Кеше ғана мында магазин тұрған еді ғой. Иә, қайда кетіп қалған? Бәріне сен кінәлісің. Мен? Неге мен? Арзан деп, нормальный магазиндерден шығып осыған келіп ұрындық енді. Вообще подарок деп миым жеп қойған өзің емес па? Ақшалай бере салу керек еді. Мені кінәлаудан жалықпадың ба? Мына жерде магазиннің өзі де жоқ қой. Енді ол баланы ешқашан таппаймыз. Бітті бәрі, құрыды енді. Мені іздеп жүрсіңдер ма? Сен не істедің? Мен просто сендердің балаларына күшті подарок жасағым келген. Бергеш бері. Ол қайда? Тырыспай-ақ қойсаңдар болады. Мен сені бар ғой, полицияға беремін. Содан кейін таңертең тұрғаннан кейін біз балаға айналып кеттік. Біз негіз ересектерміз. Иә, бізге оған заявление жазу керек. И чё? Қандай статья бойынша заявление жазасыңдар? Білмеймін, үлкендерді алдап балаға айналдырып жүреді деген статья бар ма? Мен басымды қаттырмай, басқа жаққа барып ойнаңдар деген статья қалай сендерге? Мына бала бізді алдады, сөзімізге сеніңізші ағай. Сендерден басқа жұмыстарың жоқ па? Или мен ерегіп жүр деп ойлайсыңдар ма? Тырыспай-ақ қойыңдар, олар бәрі мені көре алмайды. Сен не адам емессің ба не? Бұл анда жын-перілер болады ғой, сол сияқты. Иә, соған ұқсайды. Бекерге күштерін жұмсамай-ақ қойыңдар, бәрібір ештеңе істей алмайсыңдар. Серік, қалайсың? Сенде жындыханада таныстарың бар еді ғой, солардың номерін жіберші, мұнда 2 жынды келіп отыр. Не үшін істедің бұны, айтшы? Айтшы, біздің бір кінәміз бар ма? Қателік істесек айтшы. Мен енді повышение алып едім жұмыстан. Жұмыстан шыққым келмейді менің. Мынау тағы бастады. Мен жұмыстан шығып кетсем аштан қырыламыз ғой. Сенің мадикюрің бізді асырайды деп ойлайсың ба? Біз не нанға тамақ таппай жүрміз ба? Арасында көңіл бөліп тұруға болатын еді ғой? Неге сен соны түсінбейсің? Бұрын сен ондай болмағансың. Сен де бұрын ондай болмағансың. Сендер әлі ештеңе түсінбеген екенсіңдер ғой? А? Негізгі шарт осындай. Сендер бала екендеріңді ешкімге айтпау керексіңдер. Айтып қойсаңдар, мәңгілік осында болып қаласыңдар. Ал егерде сендер ересек болғыларың келсе, қайтадан бала болуларың керек. Сау болыңдар. Тағы жоқ болып кеткен ба? Может, біз түс көріп жатырмыз, а? Сен шынайсың ба? Не істеп жатсың, тартып қолыңды. Бұл саябақтағы ағаштардың тамырлары барлығы бір-бірімен байланысқан. Мединаға бір сыйлық берсем, бір түрлі ма? Сен лучше оны туған күніне шақырсай. Құмаш, қалай шақырамын? Даусым қорқақ болмаса, ол сен жек қоймайды ғой. Мен ұяламын, ол маған қарамайтын сияқты. Егер вообще сөйлеспесен, әрине қарамайды. Енді қалай шешетін болдың? Білмеймін, әлі шешкен жоқпын. Мамам актриса болуыма қарсы. Енді ол кісі сен болашағыңды ойлап айтып тұрған шығар, бірақ олар мен бір арман туралы да сұраған емес. Актриса болуға барлығы рұқсат бере бермейді, бірақ все-таки сен ата-анаңнан сұрап көрерсің. Жоқ, айта алмаймын, олар маған рұқсат бермейді. Мәңгілік жасырып жүре алмайсың ғой, бір күні олар шындықты біледі. Білген кезде олар маған қатты ұрсатын шығар. Ал рұқсат берсеші, мен саған бір құпиямды айтайын ба? Бірақ ешкімге айтып қойма. Мен қазір бір курсқа қатысып жүрмін, онда ютубқа кинолар түсіреді. Шын ба? Скоро, может, мен де киноға түсетін шығармын. Бірақ маған әлі рөл бермеді. Сен ата-анаңнан сұрап көр, олар мүмкін қуанатын шығар. Иә, сондықтан жақында оларға айтуға тура келеді. Бала болу керек. Қаласында біз қазір де баламыз ғой. Сонда не бала сияқты ойнау керек па? Бала болу. Ол не айтқысы келді екен? Еркін, біз кешке дейін үлгеруіміз керек. Оның үстіне қаншама жұмыстарымыз қалып қойды. Мені бастық точно өлтіреді. Бастық. Сол жұмысқа бар өмір сүре берсеш, үйге келсең де ойың сол жұмыс жайлы. Aşık edim men sağan, sonau bala kezimden. Dosta bolduk ekimiz, makabat sezimmen. Osa kuday жүзушеді, aydın şalqar kölünde. Ekimizді ayırgan tağdırımız. Жайна? Ал,
Сен бұрын тоже осындай сұлу болдың ба? Жында. Тоқташ, анау Батыр мен Айжан ба? Иә, солар сияқты. Жүр кеттік. Маш, біздің бала екенімізді ұмытып қалдың ба? Иә. Айжан мен мына жерден шаршап кеттім. Может, барып өзіміз отырсаң отырамыз? Иә, менің де ішім пісті. Давай кеттік. Ой, мына Айжандар қайда жүгіріп кетті? Айжан, енді қай отырсаң отырамыз? Не істеп жатсыңдар? Ана жақта экспедиция болып жатыр ғой, неге қашып кеттіңдер? Сен кімсің? Мен... Сен неге Айжанға ұрсып тұрсың? Алло, саламатсыз ба? Сіздер қайдасыздар? Перизат балалар қарай тұршы, иә, мен қазір барып келем. Жарайды. Алло, Интернетке тормоз деп жазса, сенің фотоларың шығатын шығар. Енді маған не істейсің? Ұяламын мен. Ой, тігістеме қой, ол мектеп бітіріп, универге түсіп, күйеуге шығып, баласы болғанда бірақ барып танысашы. Ой, кетші. Медина, привет, как дела? Баш, мен сенімен сөйлескім келіп тұрған жоқ. Ой, мына арыз тағы да Мединаға тиісіп жүр. Старший классникке тоже келген ба? Қойш, қашағы мені игнорить етіп жүресің. Кеттік киноға барайық. Менің артымнан жүгіре бермес, сен маған ұнамайсың. Медина, не болды? Мен жаман жігіт емеспін ғой, жүрсейші. Иссан, айтты ғой ешқайда бармаймын деп, кетсеші. Щегол, баш детсадна. Сен кімсің мен балама тиісетін? Мынау басын істейм, а? Ең тиіссең қолыңды сындырамын. Не болып жатыр мұнда? Қойыңдар болды. Сен өзі бір түрлі бала екенсің. Мен жаңадан келген едім қалаға. Сен жаңадан келдің бе? Бірақ что-то түрің маған таныс болып тұр. Сен білсең ғой, қаншалықты жақын екенімізді. Не дедің? Жоқ, іштейміз. Айжан, қайда кетіп қалдың? Жансая екеуміз аттракционға отырайық деп едік. Мына қыз келді да біздің желаниямызды қаштырып жіберді. Бірақ жақсы қыз екен. Молодец, Жайна. Сенің атың Жайна ма? Мен мамам тоже аты Жайна. Сендер бір-бірлеріңді таныстар ма? Жайна екеуміз бірге өскенбіз. Біздің мама-папаларымыз тоже бірге өскен. Кейін үйленіп кетті. Так что тойлардан шақырыңдар. Солай ма? Ладно, оны қойшы. Менің қарным ашты. Балалардың қарны ашқан сияқты. Еркін бір нәрсе алып берейік. Немене? Ой, в смысле, бәріміз бір нәрсе жейік дегенім ғой. Бүгін танысқанымыз үшін шотты біз төлейік. Маған сендермен дос болған ұнайтын сияқты. Сендермен өте қызық болды. Біз қазір үйге қайтпасақ, ата-анамыз ұрсады. Сау болыңдар, ата-аналар уайымдамасын. Сау болыңдар. Стоп, олардың ата-анасы? Біз ғой? Тезірек телефонын берші. Мамам маған WhatsApp-тан жазып жатыр. Балалар, біз ауылға срочно тойға кетіп қалдық. Өздеріңіз болса бола тұрыңдар. Егер түнде қорқамын десеңдер, достарымды шақырсаңдар болады деп қойыпты. Точно мамадан келді ме? Олар ешқашан бүйтіп істемеуші еді ғой. Соны айтам, онда Жайна мен Еркінді ертең қонаққа шақырайық. Шақырайықшы, күшті болды ғой. Біздің ата-аналарымыз бірнеше күнге үйде болмайды. Так что ертең келіңдер қонаққа. Қарсылығым жоқ. Екеуіңнің басқа жұмыстарың жоқ бе? Әңгісқан ба? Күрмесе, Бидаш, ары қарап тұршы, ары қарай өстіп. Мединаға бір сыйлық берсем, бір түрлі ма? Не танцуй ты! Рұқсат, естені Рұқсат емес, рұқсат. Оның үстіне қаншама жұмыстарымыз қалды. Древесная техника. Я все слышу, вы хотите пиццу заказать.
қойшы қашан мен сені көремін. Айда еще раз. Жақтырмай қырады. Енді, короче.